Сәлем достар, сіздермен бірге Нурикс. Бүгін мен сіздерге пункт назначения Аквапарк фильмін қысқаша айтып беретін боламын. Фильм Аквапаркта құтқарушы болып істейтін Брэд пен Синди есімді жұптан басталады. Олар жұмыс аяқталғасын үйге барудың орнына бірігу туралы шешім қабылдайды. Екеуі махаббатпен айналысып жатып, бір дыбысты естиді, және кадрда мачете ұстаған біреу шығып, ештеңе деместен екеуін өлтіріп тастайды. Келесі кадрдан мектеп бітіргендерін тойлауға келген Вали Хиллз мектебінің оқушыларын көреміз. Жастар мектеп бітіру кешін 80-ші жылдардың стилінде тойлауды шешті. Мереке қызық болу үшін олар аквапаркты таңдады. Бұл идеяны Элис есімді оқушы қыз ұсынған екен. Сыныптастары оны қолдап, бұл идеяның керемет екеніне қосылды. Шуақты күн, су горкасы, жағымды әуен және ата-ананың болмауы, міне жастардың бар қалауы осы. Сыныптастар ойлана келе, аквапаркты 3 күнге жалдауды шешті. Ары қарай біз фильмнің басты кейіпкерімен танысамыз. Бұл Джош. Ол және достары Слим мен Чад The Blades аталатын мектеп рок группасын құрған. Жігіттер кешке әндерін айтып, сыныптастарының көңіл күйін көтермек. Үшеуі аппаратура мен инструменттерін дайындап жүріп, Конрад есімді қарияны кездестіреді. Конрад мұнда 35 жыл жұмыс жасағанын айтып, құтқарушымын деп өзін таныстырды. Бірнеше сағаттан соң топ дайындалып жатқанда, Джошқа бұрынғы қызы Ким келеді. Екеуі әңгімелесіп отырғанда, Кимнің қазіргі жігіті Томми келеді. Томми аквапаркта құтқарушы болып істейді екен. Ол Джошты жақтырмай, қызға жақындамауын түрмен көрсетіп кетіп қалады. Келесі сценадан Джоштың әкесі Майклды көреміз. Джош оны топта ән айтқанын көрсету үшін шақырады. Майкл келетінін айтып уәде берді. Жастар Присцилла есімді аквапарк басқарушысымен танысты. Әйел оларға 92 жылдан бері осы аквапаркта демалып жүргенін және бұл жердің керемет екенін айтты. Слим есімді жігіт Присцилланың жастардың бірін таңдап махаббатпен айналысатыны туралы өсек таратады. Бұны естігендер алдағы мерекенің қызық болатынына одан сайын қуанды. Оқушылар горкада сырғанап көңіл көтеруде. Бәрі қызықты өтуде. Тек екі жігіт шөлмекпен суға секіріп, бөтелкемен бастарын жарақаттайды. Оқиға орнына жедел жәрдеммен аквапарк бастығы Пол келді. Пол жастарға бұндай оқиға тағы орын алса, қуып жіберетіндігін айтты. Сосын Конрадқа бассейнді қан мен шөлмектен тазаруын бұйырды. Кешке жігітімен серуендеп жүріп, Ким тағы да Джошқа келеді. Слим мен Чад көмек керектігін айтып, Томмиді алып кетеді. Сол арқылы Джошты Киммен оңашада қалдырады. Бұрынғы ғашықтар әлде бір-бірін ұнатады екен, және кеш түскесін киінетін бөлмеде қосылады. Джоштың әкесі Майкл жұмыс бойынша Присцилламен кездесті. Әйел оған аквапарктың басшысы, жұбайы, яғни Полдық екенін айтады. Майкл оған бай екенін және аквапаркты сатып алғысы келетінін жеткізді. Джош ән айтатындарын еске түсіріп, достарына келді. The Blades 80-ші жылдардың хиттерін орындауда, басқалары билеп көңіл көтеруде. Сахнаның жанында Ким мен Томми де жүр. Ким өтірік түр салып, Джоштың дауысы жағымсыз деді. Концертке Майкл мен Присцилла да келді. Осы кезде оқушылардың бірі группаға ұятсыз видео жібереді. Сөйтсе ол Джош пен Кимнің бірге болғанын түсіріп алған екен. Видеоны көрген Томми қатты ашуланды. Ол сахнаға шығып Джошты ұрып құлатады. Жан-жақтағылар шок. Осы кезде Присцилла да жұбайы Полды Элиспен көріп қалады. Элис ол бітіру кешегін ұйымдастырған қыз. Майкл баласын шетке шығарып сабырға келтірді. Сосын аквапаркты сатып алу жайында Джоштың ойын сұрайды. Олардың артынан Элис аңдып тұр. Қыз көңілдесіне келіп, бизнесті сататындар туралы айтпағанына ренжиді. Пол оған осы бизнес арқылы күнелтіп отырғанын, сондықтан да аквапаркты сатпайтын туралы айтады. Түн. Барлық бітірушілер демалу үшін өз бөлмелеріне тарайды. Сыртта белгісіз адамнан басқа ешкім қалмады. Ол горканың біріне өткір жүз орнатты. Таңертең Майкл ерте тұрып, аквапаркты аралауды шешті. Күтпеген жерден белгісіз біреу келіп, оған мылтық тақайды. Майкл не болып қалғанын түсінбеді. Беймәлім адам Джоштың әкесін сарайға кіргізеді. Ішінде Брэд пен Синдидің мәйіті жатыр. Бағана фильм басындағы жұп. Томми кешегі төбелес үшін жұмыстан қуылды. Оған Ким жазып, бірге бола алмайтынын айтып қоштасты. Конрад көңілсіз отқан жігітті көріп, қолдамақ болды. Қария оған қыз үшін көңіл түсірмеуін айтады. Конрад суды қосып, аквапаркты мейрамның екінші күніне дайындайды. Горкалардың бірінде өткір жүз барын әзірше ешкім білмейді. Бұл уақытта Присцилла жұмыстың орнына уақытын бітірушілердің бірімен өткізуде. Бүгінгі күн кешегіден де қызық болмақ. Жастар ұтыс құны $500 болатын жарысқа қатыспақ. Оқушылар 3 топқа бөлінеді. Қай топ горкадан бірінші шықса, сол топ жеңеді. Джош достары Слим мен Чатқа қосылды. Тек Слим қазір алаңда жоқ. Томми сәтті пайдаланып, Слимнің орнына кіргісі келді. Оған жұмыстан қуылғанын айтты. Бірақ Томми аквапарк қонағы ретінде келгенін жеткізеді. Оқушылар Томмидің қатысуына қарсы. Джош пен Чад Слим келмегесін командаға Кимді шақырады. Қыз қуана келседі. Томми ұтылғанын түсінеді. Сонда да бақылауды шешті. Томми горканың біріне келіп, астынан су тамшылап тұрғанын байқайды, және де пластмассаның сынығын көреді. Жігіт біреудің әдейілеп тескенін түсінді. Бұл уақытта оқушылар кезекке тұрып, жарысты бастайын деп жатыр.
Конрад өз жұмысын бітіріп темекі шегіп демалып отыр. Томми жоғарыға шығып горканы біреудің тескенін айтты. Алайда жастар оны тыңдағылар да келмейді. Сайыстың басталуына бірнеше минут қалды. Сыныптастар бағалы сыйға таласуға дайын. Присцилла жоғарыда. Ол төмендегі Конрадқа соғып, бәрі дайын ба деп сұрайды. Конрад бастай беруге болатынын айтады. Аспанға оқ атылғанда қайтадан Томми келіп, жастарды соңғы рет тоқтатпақ болады. Алайда оқушылар күліп, оны мазақ етеді. Жарыс басталды. Бір уақытта 3 топ, 3 горкада жарысуда. Пышақтар тұрған горкадағы қыздар ештеңеден күмәнданбай күліп келеді. Бірнеше секундтан соң өткір жүз олардың денелерін бірнеше бөлікке кесіп тастайды. Жігіттердің бірі ашуланып, Томмиді горкаға итеріп жібереді. Бассейндегі су қызыл түске боянды. Сырттағылар қыздардың денесін көріп, қатты шошиды. Паника басталды. Конрад болса есінен танып, аяғын қайырып алады. Ауыртпашылыққа қарамастан қария көмекке ұмтылды. Бұл уақытта Томми әлгі горканың ішінде жүр. Ол бір қыздың денесін көріп көзін жұмады. Арттан ешкім келмесе екен деп тұр. Жоғардағылар төменде не болып жатқанын білмейді. Конрад Присциллаға соғып, сайысты дереу тоқтату керектігін хабарлағысы келді. Алайда желі нашар болғандықтан хабар әйелге бармады. Присцилла жұбайы Полға сырғанауды өтінді және сырғанау үшін әлгі горканы ұсынады. Пол қуана келседі. Джош жоғарыдағы адамдарға горканың қауіпті екенін ескертуге кетті. Ол жоғарыға шығып Полды байқайды. Пол хабарды естіп, барынша тоқтап қалуға тырысты. Ал Томмидің артынан екі қыз сырғанап кеп соғады да байқұсты құрдымға кетеді. Конрад су насосын тоқтату туралы шешім қабылдайды. Өзі жете алмайтын болғандықтан істі Чад пен Кимге тапсырады. Екеуі сарайға келіп, Джоштың әкесі мен әлгі жұптың мәйітін көреді. Пол өз денесін ұстай алмай төменге кетті. Әлгі оқиғадан соң Джош адвокатына келді. Адвокат оған әкесінің артынан қалған мұраны табыстайды. Әкесі Майкл аквапаркты сатып алып, орнына сауда орталығын салмақ болған. Пол өлгендіктен аквапарк жұбайы Присцилланың атына өтеді. Джош сатып алу жөніндегі қағазға қолын қойып, әйелді құшақтады. Фильм Присцилланың естеліктеріне ауысты. Сөйтсе, оның әкесі 35 жыл бұрын көз алдында осы аквапаркта өлген екен. Құтқарушылар оны байқағанда жоқ. Ол кезде Присцилла кішкентай еді. Бұл оқиға оның психикасына қатты әсер етті. Және біз құпия қаншердің Присцилла болғанын білеміз. Осымен фильм аяқталды. Егер де ұнаса лайк басып, комментке осы кино туралы ойыңызды жазып кетіңіз. Арнамыздан шығатын келесі видеоларды жібере алмас үшін тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Сіздермен бірге болған Нурикс, яғни Пурик. Келесі кездескенше.